Мемлекеттен кәсіпкерлерге тегін ақша таратылып жатыр десем сенесіздер ме? Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен мемлекеттік қызметтер бойынша эксперт, сіздерге бұл ақшаны қалай алуға болатынын толықтай түсіндіретін боламын. Тегін ақша ол қандай ақша деп таңғалып жатқан болсаңыздар, бұл мемлекеттен кәсіпкерлерге беріп жатқан субсидия. Бұл субсидия бізде бос жұмыс орындарын субсидиялау деп аталады. Бұл субсидияға қандай кәсіпкерлер өз өтінімдерін білдіре алады. Егер сіз кәсіпкерлігіңізді заңдастырғаныңызға 1 жыл толған немесе 1 жылдан асқан болса, сіз өз өтініміңізді білдіре аласыз. Бұл өтінімнен сіз не ұтасыз? Сіз өзіңіздің қол астыңыздағы жұмысшыларыңыздың жалақысын толықтай мемлекеттен өндіретін боласыз. Өз мүмкіндігіңізді байқап көріңіз. Астындағы номерге жазыңыздар. Мен сіздерге толықтай консультация беріп өтініш беруге